Ассаламу алейкум. Алдарыңызда тура осы суреттегідей ойыншық автомат. Қазір енді мынау ашу процесі. Жалпы соңында не көріңіздер бейнені. Қысқаша бейнесі шалу. Манағы екі түрлі автомат заказ бердім ойыншық. М416, М16 дейм ба қалай дейді. 8+ балдарға арналған. Жалпы одан кіші балдар ойнап жүрмін. Жаңа заттардың түрі. Автомат сондай жаңа әртүрлі немен келеді екен. Модификация дейм ба. Бұл енді жаңа басында глушитель бар. Ойыншық глушитель ғой енді. Одан кейін жоғары жағында оптический прицел. Одан кейін прицел болмаса да жаңа цевье дейм ба не прямой дәлдей беретінді. Одан кейін барып мынандай үш қатар магазині бар. Оқ салатын, оқ дәрі салатын. Бала шағадан қауіп болса, қорқады, көзіне тиеді, или ішім ауыртады дейтін болсаңыз, оқтардың бәрі бұлар губка болып келеді. Басында липучкасы бар. Кәдімгідей тегіс қаптамаға, тегіс покрытие ататын болсаңыз жабысып қалады. Міне қазір оқтап жатырмын. Ешқандай несі жоқ. Пакетте жеп-жеңіл болып келеді. Көзге тисе де басқа жерге тисе де ешқандай ауыртпайды, сезбейсіз. Жалпы айтқанда автомат ондай әдемі келген. Былай айтқанда правдоподобный дейді ғой. Шын автоматқа ұқсайды. Бірақ автомат деген атауы болғанмен автомат сияқтатпайды, біртіндеп атады. Арқасында сап-сары тұрған не тартасыз, жаңағы өзінің арнайы несін, затворын. Сонда атады. Жалпы түрі несі өте жаңағы сапасы зор екен. Пластмасс былай айтқанда сапалы пластмастан жасалған. Өзіміз әбден жаңағыдай мешен қойып атты көрдік, жалпы жақсы екен. Ойыншық, жақсы ойыншық, балдарыңыз алсаңыздар болады, ер балдарға. Видео ұнап жатса лайк басып кетіңіздер.